Сол себепті біздер енді сіздерге бүгін осы кездесуді ұйымдастырып, осы Темірбек Жүргеновтің жаңағы мұрасын зерттеуші ғалым Құлбаев Аман Бекенұлын шақырып отырмыз. Бүгінгі ұлт рухын түлеткен тұлға атты Темірбек Жүргеновтың 125 жылдығына орай психология және журналистика кафедрасының бірінші курс студенттерімен ұйымдастырылған тәрбиелік іс-шарамызға салтанатты кешімізді еліміздің Жүргенов Темірбек Қараұлы Қазақстандағы мәдениет, әдебиет, өнер саласының талантты ұйымдастырушыларының бірі. Еліміздің көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек Қараұлының есімі тек Қазақстанға ғана емес, сонымен қатар бүкіл түркі әлеміне мәлім. Темірбек Жүргенов есімі қазақ халқына ғана емес, Орта Азия халықтарына ортақ тұлға. Бала кезінен алғыр, шыншыл, білім құмар бала ауыл молдасынан дәріс алып, орыс қазақ бастауыш мектебіне оқуға түсіп, 1913 жылы оны бітіріп. Темірбек Қараұлы Жүргенов. Темірбек Қараұлы Жүргеновты айтқан кезде, әрине, бірінші Қазақстанның елін, жерін, тілін, ділін, және оның барлық өзінің ерекшелігін көз алдыңызға елестетумен бірдей сондай бір әсер аласыз. Неге дейсіздер ғой? Бір жағы сол қоғамда мінекей өлім аузында тұрып, ештеңеден қорықпай, өзінің өмірін халқы үшін, елі үшін жан пида деп, міне соған шешініп кіріскен адамның бірі. Оны неге мен алдыға айтқаным, себебі айтатыным, себебі мен ол кісіні көрмесем де, ол кісінің жұбайы Дәмеш Әмірхан қызының жоқ. Жүргенов атындағы академияның басшысы ретінде сол кезде сол бізге 1920 жылы қазақтың зиялы қауымындағы Түркістан регионын құрамыз деп Мұстафа Шоқай оған дейін уақытша мемлекеттің Керенскийдің көмекшісі болған Мұстафа Шоқай. Сондағы біздің территориямыз, ана Омск, Томск, Қорған, Астрахан, Саратов, Сартау. Міне осының бәрін алып келген кезде Өзбекстанның жарысынан көбі. Тәжікстанда қаржы министрі болады, комиссар. Ол қайдан шықты деп тағы да әңгіме болған. Ал жерде отырған жаңағы азаматтардың 105 мың қазақтың азаматтары ұсталған, 22 мыңы бармас үшін, міне соның бәрі зомдықтың бәрі көрген. Ол көрген ел жұрт оны қайтып қайталамау керек. Ондай нәубет қайтып қайталамау керек. Мені осындай жағдайда мен тағы да ары қарай жалғастыратын шығарым, бірақ сонда сұрақтар болса жауап беруге дайынмын. Қазақ талантты халық, қазақ өнерлі халық. Олардың да өнері де, яғни соның барлығы ары қарай баптап, ары қарай соны жалғастырса, ол ұлы халықтан академиясының студенттеріне осы қазақ азаматтарының өткен өмірін айтып, мықты өнегелі жұмысыңызды жасап жатсыз. Болашақта да қанатыңыз талмасын, еліңіз сау болсын. Келесі жылдары жаңа мерейтойын тойлайын деп отырсыз ғой, Құдай қаласа соныңызды тойлаңыз, аман болыңыз. Жақсы күндерде куә болайық. Не деймін, мынау бүгінгі біздің ағамен кездесуіміз, осы кісінің өмір баянынан кішкене мәліметтер алдық. Біз ризамыз, көп мынау Қайнар академиясының өнерге қатысы болмаса да, біз студенттеріміздің осы Қазақстан тарихындағы ұлы тұлғалардың өмірмен танысса, өйткені бұлар ертең егеменді еліміздің ұрпақтары ғой. Содан кейінгі қалыптасқан ұрпақтар, бұлар сол кездегі қиын бір замандар білмейді. Жаңағыда айтып жатырмыз ғой, Қазақстан тарихында да ол әр мектепте әртүрлі оқылады. Бірақ жаңағыдай өзіңіз айтқан Алашорда үкіметі, Түркістан үкіметін бөліп алғысы келдіңіз дедіңіз. Олардың бәрін әлі біз жақсы біле бермейміз. Сонымен осындай психология кафедрасына меңгерушісіне бәріне рахмет айтқым келеді, осындай іс-шараны ұйымдастырғанына. Сіздерге де рахмет.
Барлығыңызға рахмет, аға, сізге де рахмет. Мына біздің Қайнар академиясының сізге алғыс хаты бар еді. Жүргеновтің қайраткерлігін насихаттағаны және өскелең ұрпақты рухани жағынан тәрбиелеуге өзіндік үлес қосқандығы үшін Құлбаев Аман Бекенұлына Қайнар академиясының ректораты алғыс білдіреді. Рахмет, Аманаға рахмет, сізге бүгін келіп уақытыңызды бөліп, біздің балаларымызға Жүргенов туралы және қазақ театрының, қазақ ғұламаларының, қоғам қайраткерлерінің өмірі туралы өзіңіздің сырларыңызды шертіп отырсыз, өте үлкен рахмет сізге. Жүргенов ол өнер академиясында аты берілгеннен кейін ол тек қана өнерге қатысы бар адам деген жоқ, олай емес. Ол кісі халық қазіргі тілмен айтқанда, қазір Аймағамбетов бар ғой, министр просвещения, ол кісі сондай жұмыс атқарған. Сіздерге рахмет. Мына біз Серғазы Ахметұлы Жиенов деген кісімен мен 22 жыл жұмыс істедім. Сендерде жас кезімнен бастап жұмыс істедім. Міне бұл 2 жыл болып қайтыс болған, ертең 2 жыл туған күні. Би өнерінің, сахналық би өнерінің негізін салған. Осындай адамдар болып шыққан жас Темірбек Жүргеновтың жаңағы басшылық кезінде түсіндіңдер ғой. Енді ағаға мынау академиямыздың атынан бір шапан жауып құрмет көрсетейік деп ректоратының атынан аға өзіңізге шапан мерейтойыңызға кигізген деп түсініңіз. Рахмет көп.